Ассалаумағалейкум тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Тілеу Айтұлы, қазіргі Ақтөбе облысы, 1684 жылы Сайрам қаласы әрі би, әрі батыр қолбасшы, Ноғай ұлысының билеушісі, Мұсаның ұрпағы, Мөңке бидің әкесі, Алшын тайпасы, Әлімұлы тармағының шекті руынан шыққан, Күлтөбе Тәукені хан сайлауға, Сопа Үжіні пір сайлауға қатысқан Тілеудің есіркеміз Тілеуұлы, Алдаберді, Жолдаяқ, Жақсымбет және Мөңке би есімді балалар болған. 1681-84 жылдары жоңғарлармен болған Сайрам соғысына 17 мың қол жинап, қасына баласы Жолдаяқ Тілеуұлы, інісі Қалдыбай Хангелдіұлы батырлары ертіп барып соғысқа қатысқан. 1684 жылы Сайрам қаласынан қорғаушылардың шешуші ұрыста өзі де баласы Жолдаяқта опат болады. Екеуінің де сүйегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерлеген. Есімдері кесененің ескерткіш тақтада жазулы. Түркістан қаласының Тілеу Жолдаяқ батырлар атындағы көше бар. Кіші жүздегі ұлы ел Тілеу есімді аталады. Тілеу қабағаны аттан туған, Тілеумен қабаққа арналған. Тілеудің тікелей ұрпақтары Қара жігіт молда, Бекетұлы, Мырзағұл Ши, Шыман Достан, Тәніберген, Сарышолақ шайыр, Сары Бақатұлы, Таразы ақын, жазушы Тахауи Ақтанов, тағы басқа. Қалмақтар жетісуды басып кезінде көргенді қырып жойып отырып Сайрам қаласына тіреледі. Осы тұста қазақ даласының батысынан қол бастап келген Тілеу бабамыз сіз біз демей бөлінбей елдің болашағы үшін соғыста шейіт болады. Егер осы бабаларымыз болмаса, олардың елді қасыққанын аямай қорғамаса, қазақ халқының болашағы не болар еді? Тілеу батыр осы уақытқа дейін дұрыс зерттелмей келіп, ел аузында сақталған Тілеу батыр атты жырда Тілеу хан, Тілеудің хан сайлауына және Сайрам соғысына қатысу туралы былай айтылады. Үш ана Күлтөбеде жиналғанда сөз тапқан атам Тілеу ойланбай-ақ сайлаған ханы Тәуке хан таққа отырып, үш ана тарас қалып мақұлдап-ақ адамның сұңқары деп атақ алған. Бірақ қазақ Тілеудей-ақ жаратылмақ атамыз Қара Тілеу бидің басы, замандасы әз Тәуке хан қиялдасы. Қалмақтар жетісуді көктем өтіп, Сайрамды жермен жексен ойран етті. Жан алып жан беріске осы ұрыста батыр Тілеу ат үстіне қапы кетті. Сарбаздары кеңесіп ақылдасып, батыр биді сүйегін Яссауидің дүрбесіне табыс етті. Сарышолақ шайыр қалмақты мынау асырған қазақ емей кім екен? Қанжағалы Бөгенбай дауыл қала Тамайсет айтулы ердің бірі екен. әз Тәукені хан сайлап, Сопы Әзиздің өзі қойған атам Тілеу би екен деп жырлаған. Тілеу батырдың күресі жалпы қазақ елінің арғы бабалармен қалған атамекен жерінің бірлігі мен тұтастығын сақтау үшін ұйымдасқан қанды қырғын соғыс болатын. Нәтижесінде қазақ елінің жері жоңғарлардың шапқыншылық үстемінен басып алып, иеленуден аман алып қалды. Тілеу батыр Айтұлы әз Тәукенің хан сайлауы, Сопы Әзиздің пір сайлауы сияқты жыл сайынғы Күлтөбеде өтетін елдік деңгейдегі шешім қабылдайтын ірі жиналыстарға қатысып, сөйлеп ұсыныс жасап, ел билігіне тікелей араласып жүрген Айтұлы тарихи тұлға, би әрі ірі қолбасшы. Сондықтан да Тілеу батыр Айтұлының елдік мәртебесі Сайрамдағы қанды қырған соғыста опат болған кезде сол заманы қазақ елінің даңқы 18 ханы, 10 биі, 23 батырмен қатар Түркістан салтанатты ерекше Қожа Ахмет Яссауи мавзолейінде жерлеуіне лайықты деп мойындағаны анық көрінеді. Ал енді Тілеу батырдың ұрпақтарына да тоқтала кетсек, шежірелер батыр бабаның 5 ұлы болғандықтан Жолдаяқ, Есіркеміз, Әлдіберлі, Жақсымбет және Мөңке. Қазіргі кезде ол 5 ұлдың өсіп өнген ұрпақтарының көптігі, сондай 5 ұлдан тараған ұрпақтар жеке-жеке ру бөліміне айналып отыр. Шежірелерді біргенде Тілеу батырдың 5 ұлының бірі Әділберліден 4 ұлдың өстіген, оның біреуі Жантуманың Тәңірберген деген баласы 30 ұл тарағандығы айтылады. Тілеу батыр тарихта батыр қайраткер ретінде қалса, шежіреде оның есімі мен жеке ру аты Тілеу руының тұтас бір қарастырылып отырған. Тілеу батырдың ұрпақтары арасында бүкіл Алашқа есім белгілі болған тұлға өте көп болған. Солардың ішіндегі бірден аузы атақты Мөңке би, алдағы 300 жыл бойы болжам білген, өз заманының ойшылы, қоғам қайраткері, әрі би, әрі ақын, жырау болған Мөңке би артында мол мұра қалдырған тарихи тұлға. Мөңке биден тараған 5 ұл Оразалы, Қыстаубай, Орман, Орыс, Бостай ұрпақтары қазіргі кезде жеке-жеке ру аталықтарын құрап отыр. Тілеу батырдың келесі бір ұрпағы Сары Батағұлы әйгілі ақын, әнші, сазгер, сері және батыр болыпты. Ал суырып салма ақын, шайыр Сарышолақ Боранбайұлы да Тілеу батырдың ұрпақтарының бірі болып келеді. Оның өлеңдері әлгі күнге дейін ел арасында айтылып жүр. Тағы бір ұрпағы Мырзағұл Шыманұлы 1845-1906 жылы әрі би, әрі шешен болыс болған екен. Патшаның заңы мен тәртібіне бағынбай үшін қамауға алынған 1006 орынбордағы түрмеден у беріп өлтіріліпті.
тілеу батырдың қазақ елінің амандығы үшін жанайқарлық ерлігі ұрпақ тәрбиесі үшін өшпес үлгі. Тілеу батыр Абылай Әбілқайыр басқа да хандардан атақты батырлардан бұрын өмір сүрсе де ол жайлы деректер аз, және ескерткіштер де аз, но болашақта кітаптар шығады деп үміттенеміз. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, жазылып, комментарий жазып, лайк басып, үлкен үлес қосар едіңіз.